жұмыс жақсы жолға қойылған. Екі цифр келтірейін. 2023 жылы біз 24 ветстанция салдық, блочный модульный комплекстен 24. Биыл 26-сын осы жақында бердік. 2 жылдың ішінде облыста 50 ветстанцияның салып бердік. Оның ішінде керекті жаңағы тоңазытқышы бар, тағы басқа дәрі-дәрмектерін өзіңіз ойлаңызшы. Бұған дейін ветврач алып алады да машинесіне салып ол барады. Бір ауылдың бары бір отар қойына салып біткенше жазды күн оның бәрі дәрі-дәрмектің сапасында не болады? Ол жылып кетеді ғой, салқын бір температурада тұру керек қой. Екіншіден, барлығына қажетті жалақысы былтырдан биылдан бастап екеше ветеринарлардың қызметкерлерінің жалақысы екесе өсті. Автотранспортпен қамтамасыз еттік, планшеттерменен қажетті құрал жабдықтармен бәрін қамтамасыз еттік. Нәтижесі көп сөз қылып жоқ. Бізде басқа өңірлердегідей сияқты тфай осы биылдан былтырда бізде де жетістің жері шұрайлы ғой, суы таза таудың өзендері. Ондай ауру бізде очагтары тіркелген жоқ. Жұмысы жақсы жолға қойылған. Рахметін айтып жатыр олар.